Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен жалпы бір қызықты ақпараттармен бөліскім келіп тұр, яғни қызықты әрі пайдалы. Неге пайдалы? Себебі Жапонияда қазір сәуір айы, демек 10-шы ай, яғни қазан айына оқуға документтер қабылдау басталып кетті. Кем дегенде сол маусым айына дейін құжаттарды қабылдау жалғасады. Сол себепті видеоны осы сәуір айында жазуды жөн көріп жатырмын. Себебі бұл ең қолайлы әрі тиімді уақыт. Маусым айына дейін бүкіл құжаттарды тапсырып үлгере аласыздар. Сол себепті кім оқуға түскісі келеді Жапонияға, сол осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналымызға тіркеліп кетіңіздер, ал ендеше біз бастаймыз. Кеттік. Жалпы бүгінгі видеомызда біз Жапонияға тіл мектебіне түсу туралы ақпараттар айтатын боламыз. Сол себепті құлақ қойып тыңдаңыздар. Яғни бүгінгі видеода біз жалпы осы сәуір айына оқуға түскен жақсы ма, қолайлы ма, әлде қазан айында түскен жақсырақ па, сонымен қатар тіл мектебіне әсіресе қай мезгілде тапсырған ыңғайлы, сол туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар осы тіл мектебіне болмаса университетке оқуға тапсырған кезде қандай қателіктерді айналып өту керек, сол туралы да айтатын боламыз. Ең алдымен тіл мектебіне тоқталатын болсақ, мен осы тіл мектебі туралы біздің YouTube каналда көптеген бірнеше видеоларымыз бар. Соны да қарап өтсеңіздер болады. Сонымен қатар ол видеоларда айтып өткен болатынмын. Жалпы Жапонияға оқуға тапсыру, яғни ол жалпы тапсыру емес, оқуға түсу уақыты жылына 4 рет болады. Бірақ негізінде ол 2 рет қана, бірақ кейбір мектептер 4 ретке дейін қабылдай беретін уақыттарда болады. Яғни жалпы негізгісі екеу болғандықтан сол екеуін ғана айта берейін. Яғни ол біріншісі сәуір айында және де қазан айында оқуға түсуге болады. Сонымен қатар жаңа айтып өткендей, кейбір мектептер 4 ретке дейін қабылдайды. Ол сәуір, шілде, қазан және де желтоқсан айларында да кейбір мектептер тіл мектебіне қабылдай береді. Ал жалпылама айтатын болса, ол жылына 2 рет қана. Қайталап өтемін, сәуір және де қазан айлары. Енді тіл мектебіне келетін болсақ, мысалы, қай мезгілде тапсырған сізге тиімдірек болады, сол туралы айта кетейін. Егер де сіздер тіл мектебіне сәуір айына оқуға түсетін болсаңыздар, әрине бұл сәуір айына оқуға түсу документтер негізі аяқталып қалды. Қазан айына қазір басталып жатыр. Егер де сәуір айында түсетін болсаңыздар, сіздер тіл мектебіне 2 жылға дейін виза алсаңыздар болады. Яғни сәуір айынан жыл оқу басы сәуір айында басталады ғой. Сәуір айынан, яғни 2 жылды есептейсіздер, 2 жылға 24 айға сіздерге виза беріледі. Ал егер де сіздер қазан айында оқуға түсетін болсаңыздар, яғни сіздер қазан айына оқуға түсуге қазірден бастап құжат жинасаңыздар, маусым айына дейін дедлайн, соған дейін үлгерсеңіздер, онда қазан айына оқуға түссеңіздер болады. Яғни бұндай жағдайда сіздерге 1,5 жылға виза берілетін болады. Ал егер де жаңағыдай қосымша 4 рет қабылдайтын мектептер болатын болса, шілде айында болатын болса, онда сіздерге 2 жыл 3 айға беріледі. Желтоқсан айында тапсыратын болсаңыздар, онда сіздерге 1 жыл 9 айға дейінгі уақытқа оқу студент визасы беріледі екен. Енді осы жоғарыда айтылған ақпараттарға қарап, қайсысы сізге сәйкес келеді, сол ақпаратқа сүйене отырып, документтеріңізді жинай берсеңіздер болады. Осы жерде сіздерге еске сала кетейін, біз өз кезегімізде жалпы Жапонияда 10 жылға жуық уақыт тұрғандықтан, сонымен қатар аян тіл мектебінде оқып бүкіл процесті өз көзімен көргендіктен, біз студенттерге қазіргі уақытта сондай көмек көрсетіп жатырмыз, яғни құжаттарын жаңағыдай жинауға көмектесеміз, кейбір құжаттарды аудару қажет болады жапон тіліне, сондай жаңағыдай әртүрлі ұйымдастыру жұмыстарына көмектесіп жатқанымызды еске сала кетейін. Араларыңызда сондай тапсыратын студенттер болса, онда астына пікір қалдырыңыздар, болмаса мына жақта мен Instagram парақшаларымызды көрсетіп өтем, соған хабарлассаңыздар болады. Енді жаңа айтып өттім, жоғарыда көрсетілген уақыттарға байланысты сіздерге қай уақыт ыңғайлы, соны сол уақытқа туырлап документтеріңізді жинасаңыздар болады. Бірақ бір айта кетерлігі, мысалы сіздер егер де шешіліп тіл оқимын, Жапонияда жұмыс жасағым келеді, ары қарай болмаса оқығым келеді дейтін студенттер болса, яғни сіздер негізі 1 жылдың ішінде, егер де сіздер сол 1 жылдың ішінде тіліңізді жақсы деңгейге жеткізіп алатын болсаңыздар, сіздер жаңағыдай тіпті 1 жыл сізге жеткілікті болады да. Сол себепті жаңағыдай анау 2 жыл екен, анау мынандай екен деген сияқты жаңағыдай меніңше арам ойларды алып тастағаныңыз жөн деп ойлаймын. Сіздер нақты шешіліп өз-өздеріңізге жаңағыдай жауапкершілікпен келулеріңіз қажет.
Мысалы, мен ана тіл мектебіндегі оқу туралы айтқан болатынбыз, яғни сіздер жарты күн оқып, жарты күн демаласыздар, яғни демалған уақытта сіздер оны қалауыңызша пайдалансаңыздар болады. Бірақ біз көп келген студенттерге кеңес береміз да, жұмыс жасасаңыздар деп ше. Себебі егер сіздер тіл мектебінде көбінесе теориялық білім аласыздар, ал ол теориялық білімді сіздер тек ала берсеңіздер, ешқандай да тәжірибелік практика жүзінде қолданбасаңыздар, онда тіл үйренуіңіз уақыты ұзара береді. Ал сәйкесінше жаңағы жұмыс жасап, жапондықтардың ортасына кіріп, нақты сол күнделікті өмірде жапон тіл мектебінде жаңағыдай алған теорияңызды қолдансаңыздар, әрине тіл үйрену уақытыңыз қысқара түседі, әрі жақсы бола түседі. Яғни сіздер сол арқылы тіліңіздің деңгейіне қарай сіздер оқуға тапсырсаңыздар болады. Осы кезде мен айта кететіндігім, мысалы, егер де сіздер ағылшын тілін жетік білетін болсаңыздар, онда сіздер ағылшын тілімен де оқуға түссеңіздер болады. Ол кезде енді мүмкіндіктер кішкене көбірек болады. Мысалы, сіздер тіл мектебін одан да қысқа, мысалы, жалпы Жапонияға қалай келдіңіздер, сол уақыттан бастап негізі жаңағыдай, егер де оқитын болсаңыздар, университеттерді іздеп, сәйкесінше профессорларды іздеп, олардың жұмыстарымен танысып, солай кірісіп кете берсеңіздер болады. Ал жұмыс жағдайында енді басқаша, сіздер жапон тілін білулеріңіз қажет болады. Бірақ ағылшын тілімен де жұмыс табуға болады. Мысалы, мен өзім қазіргі уақытта ағылшін тіл пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасаймын. Енді жапон тілім өте керемет деңгейде емес, бірақ кәдімгі қалыпты ауызекі тіл, қолданыстағы тіл, былай бизнес деңгейде емес. Сол себепті жаңағыдай жұмысты осылай іздестіре берсеңіздер де болады екен. Осы кезде сіздерге еске сала өтейін, жалпы сіздер тіл мектебіне түсу үшін сізден 2 ғана құжат талап етіледі. 2 ғана құжат болған кезде сіздердің 2 ғана жаңағыдай талапқа сәйкес келсеңіздер, онда тіл мектебіне оңай келе аласыздар. Біріншісі, яғни сіздер 11 жылдық, Қазақстанда қазір енді 12 жылдық болды ма екен, сондай 12 жылдық білім тарихыңыз болу керек, осылай оқыды, осындай білімі бар деген сияқты. Екіншіден, сіздің жаңағыдай экономикалық, финанстық қаражат жағдайыңызды қарайды, яғни сіздің банк карт аккаунтыңызда белгілі бір деңгейде ақша болуы қажет. Яғни ол ақшаны сіздерден ешкім алмайды, тек қана сондай қағаз қажет, сіздің шотыңызда осындай ақша бар деген сияқты. Болды, осындай құжаттар болса, сіздер оңай Жапонияға келе аласыздар. Енді мысалы, маған өзіме жеке көп сұрақтар қояды, осындай Жапонға келгенде қалай болады деп ше. Сол кезде мен осылай қаражаты осындай жаңа талаптар бар, андай деп айтқан кезде бәрін тоқтататыны, көбісін тоқтататыны ол қаражат жағы. Мысалы, 7.000-8 мың долларды бірден бере алмаймыз деген сияқты айтады. Бірақ бірден берудің қажеті жоқ. Мысалы, сіздер 6 айдың ақысын төлесеңіз де болады, яғни жартысы қанша, 3,5 мың-4 мың доллар бола ма, сондайды төлесеңіздер болады. Және де келіп сіздер жұмыс жасап, оны оңай ақтап ала аласыздар. Яғни меніңше, егер де сіздер нақ шешіліп өз-өзіңізді қолға алып, оқимын, Жапонияда жұмыс жасағым келеді десеңіздер, яғни ол меніңше төтеп емес, сіздер келіп жұмыс жасап, оңай ақтап ала аласыздар. Онымен қоймай, сіздер өздеріңіздің күнделікті тіршілігіңізге де ақшаны солай тауып жаратсаңыздар да болады екен. Жалпы ақпарат осындай. Және де осы кезде мен сіздерге бір тегін Жапонияда қанша тіл мектебі бар және қандай тіл мектебі бар, сол туралы астына ақпарат қалдырып өтем. Соны қарасаңыздар да болады. Біз негізі тек қана Йокохама болмаса Токио ғана емес, жалпы Жапониядағы тіл мектептерімен байланыстамыз. Сол себепті қалаған тіл мектебіңізді таңдап, сол туралы бізден ақпарат сұрасаңыздар болады. Оны мен астына қыстырып қоямын, содан сіздер тегін жүктеп ала берсеңіздер болады. Сәйкесінше артынша өздеріңіздің сұрақтарыңызды да қойсаңыздар болады. Енді екінші бөлім, жоғарыда айттым, жалпы Жапонияда тіл мектебіне таңдаған кезде болмаса, жалпы оқуға болды келем деп шешілгеннен кейін көп адамдар жасайтын қателіктер туралы және де оны айналып өту туралы айтқым келіп отыр. Ол қандай қателіктер? Біріншіден, сіздер ең біріншісі, яғни сіздер барлық документтеріңізді жинап, барлығы дайын болып тұрған кезде қандай тіл мектебіне барам деген сұрақ туады. Оны жаңағыда мен жоғарыда айтып өткендей, астынан оны өздеріңізге тегін жүктеп алсаңыздар болады. Бірақ онымен қоймай, көбісі Токиоға келгісі келеді. Енді біз қалай айтсақ болса, Аянда Токиода оқыған болатын, сәйкесінше Токиода адам көп, жұмыс та көп деген сияқты. Бірақ сіздер дәл Жапонияның басқа жеріне барсаңыз да, сіздерде де дәл сондай болады. Жұмыс ақысы бәрі де төлене береді. Бірақ та Токиоға келсеңіздер, сіздер дайын болып келулеріңіз керек, себебі тұратын жатын орындары кішкене қымбатырақ болады. Ал тамақ жөніне келген кезде, яғни Жапонияның барлық өңірінде тамақтарға бағалар негізі бірдей болады.
енді кішкене бір айырмашылықтар негізі жоқ деп ойлаймын. Мысалы біз Жапонияның көп жерін аралаған болатынбыз. Барлық жерде комбини бар, барлық жерде бір жаңағы жүйедегі супермаркеттер бар, және де олардың бағалары барлық жерде бірдей болады. Жалпы сол тұрмыс жағына егер арзанырақ кішкене жаңағыдай жатақханаларда жатамын десеңіздер, онда кішкене Жапонияның шет жақтарында қарасаңыздар болады. Ал егер де жаңағы қарбалас сондай Токиоға келгім келеді десеңіздер де әрине мәрхабат, бірақ сондай бір жақтарды нақтылап өзіңізге шешіліп келсеңіздер деп ойлаймын. Мысалы біз осы жақта қазақ балалар бар, біреусі жаңағы Фукуока деген жерде оқыған, Кюшю деген жерлерде оқыған, бірақ жұмысты осы Токиоға келіп жасап жатыр. Бірақ тіл мектебін сол жерде оқыған деген сияқты. Осындай жаңағы тіл мектебін таңдауға келген кезде әртүрлі критерийлер бар. Соларды мұқият қарасаңыздар деп айтқым келеді. Келесі бір қателіктердің бірі, яғни жалпы Жапон мектебіне келген кезде сіздер өздеріңіздің шамаларыңызға қарай жоспар, алдағы мақсат қоюларыңызды сұраймын. Негізі 1-2 жылға мақсат қойған меніңше азырақ деп ойлаймын. Кем дегенде 5 жыл болмаса 10 жылға деген жоспарларыңызды құрып келулеріңіз қажет. Себебі сіздер келе салып сіздерге жұмыс болады, бәрі болады деген сөз емес қой. Сіздер келесіздер, тіл үйренесіздер. Кем дегенде 5 жыл сіздер жаңағыдай үйрену уақытында жүресіздер. Әрине, егер де сіздер тілді тез меңгеріп кетсеңіздер, сіздер бірден жұмыс тауып кетулеріңізге де болады. Бірақ сәйкесінше қабілеттеріңіз де болуы қажет. Ал егер де бәрін басынан нөлден бастаймын десеңіздер, алдын ала кем дегенде 4-5 жылға жоспарларыңызды құрып келсеңіздер деп ойлаймыз. Тағы да бір келесі қателіктердің бірі, мысалы көп студенттер келеді, ой, мен жапон тілін үйрене салам деген сияқты бір оңай сияқты қылып қарайтын адамдар да бар. Сәйкесінше ол салғырттыққа алып келеді. Бірақ негізінде жапон тілі енді оңай тілдердің қатарында емес. Әрине сіздер жаңағыдай wonderkid болсаңыздар болады әрине, бірақ та жапон тілін сіздер практикамен негізі үйренесіздер. Сол себепті келген кезде бірден жұмыс тауып кетуге тырыссаңыздар деп ойлаймыз. Енді бірден болған кезде ол 2 ай немесе 3 айдан кейін ғой оның өзі. Соны ескере кетіңіздер. Бірден келіп, бірден бүйтем сөйтем деген сияқты жаңағыдай энергияларыңыз тасып келген кезде бірден өшіп қалмас үшін сәйкесінше менде осындай қиындықтарды да ескере кетулеріңіз де керек та. Әрине, сәйкесінше сіздер қиындықты қабылдау деңгейлеріңізге де байланысты ғой, бірақ сонда да жаңағыдай өздеріңізді бірден өшіріп алмас үшін осындай жаңағыдай барлық нәрсе өз орнымен болады, болмаса барлық нәрсе қадам-қадаммен болады деген сияқты түсінікпен келсеңіздер нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Одан кейін көптеген студенттер келіп, көбінесе жаңағыдай енді Жапония ол әрине арзан елдердің қатарында емес, кішкене өмір сүру деңгейі кішкене жоғарырақ болып келеді. Мысалы сіздер Қазақстаннан келетін болсаңыздар, келе салып, енді менің өз басымнан да өткен болатын, келген кезде бір нәрсені сатып алайын десем, азық-түлік болсын, болмаса басқа да бір киім-кешектер болсын деген сияқты бәрін теңгеге айналдыратын едім да. Сөйтіп қымбат көрінетін еді, сосын не деген қымбат деп стресстің үстіне стресс түседі деген сияқты. Сол себепті енді Жапонияға келдіңіздер ме, сіздер жұмыс жасайсыздар, Жапонның ақшасын аласыздар деген сияқты. Сол себепті барынша осындай майда-шүйде адамға кедергі жасайтын, стресс жасайтын дүниелерден аулақ болыңыздар. Оны теңгеге аударуға тырыспа. Әрине, мен қазір айтқанмен де сіздер оны жасауларыңыз мүмкін, себебі ол еріксіз болады да. Бірақ сонда да соның кішкене біліп жүріңіздер дегенім ғой менің айтқым келгені. Сосын барынша келген кезде жапонша сөйлесуге тырысыңыздар. Мейлі қате болсын, мейлі сөздік қорыңыз аз болсын, дұрыс емес сөз айтып қоям деген сияқты уайымдамаңыздар. Жапондықтардың бір жақсы, олар шетелдік екеніңізді көріп тұрады да, сіздің тырысып тұрғаныңызды көреді да, сіздер бір сөзден қателік кетсе де, олар оған ренжімейді. Мысалы, бір сөздерді қате айтып жаман сөз болып қалуы мүмкін, бірақ оны жапондықтар түсініп тұрады да. Сол себепті барынша жапон тілін қолданып жүруге тырысыңыздар. Мен Осакада оқып жүрген кезде біз шейр хауста қыздармен бірге тұратынбыз. Филиппиннің қызы болды, екі жапондық қыз, сосын 2 Қытайдан келген қыз болатын. Сөйтіп бәріміз сөйлестірміз. Ол кезде ешқандай қазақ жоқ менің қасымда. Сөйлестірміз, мен айтып жатырмын ана қыздарға, сендер Қытай қыздарды көрсеңдер. Ол кезде мен Жапонияда Қытайдың көп екенін де білмеймін да. Ана қыздарға айтып жатырмын да, сендер Қытай қыздарды, достарыңды көрген кезде қуанатын шығарсыңдар деп ше. Бізде ана қыздар жоқ дейді. Сосын мен таңғалып қалдым, қалай жоқ деп ше. Сосын ана қыздар айтады, енді мен Жапонияға жапон тілін оқуға келдім. Қытай қыздарды көрсем, Қытай ұлтының қыздарын көрсем, онда мен қытайша сөйлесіп кетсем, жапонша сөйлеспеймін деп айтты да. Енді маған сол кезде ол біртүрлі араласқысы келмей ма деген сияқты бір түсінік қалып қалған болатын. Бірақ қазір ойлап қарасам, енді ол қыздікі де дұрыс па деп ойлайсың да. Енді расымен де ол жапон тілін оқуға келді, жапонша сөйлескісі келеді, сәйкесінше сөйлескен сайын оның тілі машыға береді деген сияқты.
қазір мысалы ол қызды түсінемін. Енді мен қазақтардан қашады деген сөз емес қой, бірақ сонда да нақты мақсатпен келдіңіздер ме, барынша ол мақсатқа кедергі жасайтын факторлардан алшақ жүріңіздер деп айтқым келеді. Барынша жапон тілінде сөйлесіп жүріңіздер, ол сәйкесінше сіздер тіліңізді тез арада үйреніп кетесіздер. Жалпы жоғарыда сіздерге осы жапон тіліне қатысты, тіл мектебіне қатысты барынша, енді өте көп болмаса да бірен саран ақпаратпен бөлістім деп ойлаймын. Барынша пайдалы болуға тырыстым. Алдағы уақытта тағы да осындай тіл мектебі туралы болмаса басқа да тақырыптар туралы көптеген ақпараттар шығады. Күтіңіздер, біздің каналымызды қолдап кетіңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.